Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай қайнатпалы крем мен медовый пирогтың рецептін ұсынамын. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бірінші кезекте осылай піскен сүт болсын, піспеген сүт болсын қолдана берсеңіздер болады. Шекер, жұмыртқа, кукурузный крахмал салып, ванилин қосу міндетті емес. Қоссаңыздар да болады, әрине әдемі болады. Содан соң барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа пісіп қалмау үшін осылай бірінші жақсылап араластырып аламыз. Содан соң астын жай қойып, газге қойып аламыз. Осылай қозғап тұрамыз. Міне байқасаңыздар, креміміз уже шаймен қойыланып жатыр. Осылай тоқтаусыз қозғап тұрамыз. Асы жабысып қалмау керек. Міне осымен креміміз дайын болды. Енді оттан алып, осылай ыстықтай кезінде үстіне маргарин немесе майларыңызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Бірінші кезекте осылай крем дайындап аламыз. Коржы піскенше креміміз суытып дайын болып тұру керек. Ендігі кезекте тестасын дайындаймыз. Ол үшін медқа соданы салып, жақсылап араластырып аламыз. Әрине буда ертеміз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Соданы салған соң реакцияға түседі. Осылай содамызды жақсылап езіп араластырып аламыз. Содан соң маргаринімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Майымыз ергеннен соң будан алатын боламыз. Ендігі кезекте жұмыртқа, шекерді салып, жақсылап венчиктің көмегімен немесе миксермен араластырсаңыздар да болады. Мен осылай венчиктің көмегімен араластырып алдым. Міне енді кезекте шекер мен жұмыртқаны араластырып болғаннан соң үстіне ертілген медті салып, жақсылап және араластырамыз. Міне араластырып болғаннан соң үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, және де азырақ разрыхитель саламыз. Мен бұл жерде 2 пирогтың тестасын дайындап жатырмын. Сіздерге көп көрінуі мүмкін, сол себептен сіздер осының жарты порциясын дайындасаңыздар да болады.
Міне осымен тестамыз дайын. Енді формаға құйып пісіріп ала береміз. Міне мен осылай 24 размерде пісірдім. 5 штук корж шығады бір порциядан. Міне жаңадегі дайындаған қайнатпалы креміміз осылай болып шықты. Осылай тарелкаға салып, холодильникке салсаңыздар, тез қататын болады кремдеріңіз. Пирогқа жаққан кезде формасын ұстап тұратындай болады. Сол себепті алдын ала холодильникке салып, суытып, дайындап қойыңыздар. Осымен пирогымызды жинаймыз, кремімізді жағып, үстісіне коржымызды қойып, крем жағып, пирогымызды жинаймыз. Міне осы крем жағып болғаннан соң коржымыздың жанындағы артылған корждарын осылай блендердің көмегімен ұсақтап алып, шет-шетіне жағып шығатын боламыз. Осымен пирогымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте оңай. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтыны сөзсіз. Холодильникке 1-2 сағатқа жібереміз. Содан соң кесіп шайға ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын.